бірлестігімен міне осындай тігін фабрикасы 2018 жылы құрылған болатын. Мұнда 54 тігін мәшинесі бар. Қазіргі уақытта индустриалды сертификаты алмау себебінен тек 5 адамды ғана жұмыспен қамтып отыр. Айта кету керек, мұнда қызмет етіп жатқан 5 қызметкердің де құлақ мүкістігі бар жандар. Оның бірі технолог, бірі дизайнер, ал бірі тігінші. Біз 2017 жылы апрель айында Айрис Қамқор мүгедектер қоғамдық бірлестігінде құрылдық. 2018 жылдан бастап біз переводчиктарды ала бастадық. Жас қыздарды алып, ол тілді оқытып, меңгертіп, үйреніп шыққанша қолдау жасап, сосын өзімізге жаңа сондай переводчик. 20 жылы мен даму бағдарламасына қатысып, 20 миллион кредит оформлять етіп өзіме мемлекеттік бағдарламамен 6% мен қазір үлкен швейный фабрика қылдырып ашып, сол бойынша жаңағы жұмыспен қамтамасыз етеміз. Біз енді качество дейміз. Біздікі наш конек, это качество дейміз ғой. Вы можете посмотреть наши изделия. Они все очень качественные. Очень красиво. Когда мы разговаривали с родителями, которые дети есть, болеют ДЦП-ми, они вот просили слюнявчики, потому что в магазине они маленькие для грудных, а это дети же им по 16 лет. Да. Это дети, которым уже больше 10 лет, и уже что постоянно течет слюна. Да, и поэтому мы им вот по ихнему заказу мы им отшили и делали. Но это тот, который у нас самое первое, которое не очень красиво получилось, а то, что классно получилось, мы все им дали. Вот это теплое для ног. И аркасыда биг, когда он сидит в коляске. Полностью бедный килет. Да, полностью бедный килет. Еще мы сделали, чтобы это была хбшка, тысяча, чтобы человеку было приятно. Это ребенку, взрослым. И на момент полностью килеты, но он еще затягивается. Yani қозғалған кезде, кнеткен кезде арқасына ештеңе жамыр көрмейді, не көрмейді. Наша пижама, она отличалась тем, что она же для детей с ДЦП, все на кнопочках. И вот это все у нас разрабатывалось из слов родителей, которые просили. Потому что ДЦП балалардың несін кигіздірген өте қиын болады. И балаға кигізілмейді де. Сосын баланы жатқыза салады да. Мен уже нелермен жасай салады. Бүгінгі таңда өз кәсібінің аясын кеңейтуге, көп адамды жұмыспен қамтуға Айрис Қамқор тігін фабрикасына индустриалды сертификаттың жоқтығы кедергі келтіруде. Өндіріс базасы қажетті құрал жабдықтармен қамтылған және барлық талаптарға сай келетін мұндай орындарға неліктен сертификат берілмейтіні белгісіз.